Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Мен Шолпан Қасымжан қызы. Сіздермен бүгін Алматының бір керемет көшесінде сұхбаттасқым келіп тұр. Жалпы адам біз ойлайды екенбіз, уақыт өтіп жатыр депші. Негізінде уақыт өтпейді екен. Сол уақытпен бірге біздің өміріміз өтіп жатады екен да. Адам баласы дүниеге келген кезде не статистика болуға, статистиканың бірі болуға, не шедевр болуға жатады екен да. Мысалы біз бәріміз туылған жылымызда, мысалы 1974 жылы туылдық дейді. Сол туылған жылғы 74 жыл туылған жылдың балаларының санында статистикада бармыз. Белгілі бір жылды айтамыз да, сол жылы мектеп бітірдік дейміз. Және сол жылы, сол мектепте сол статистикада бармыз. Туылған жылымыз, мектеп оқуға барған жылымыз, мектеп бітірген жылымыз деген сияқты. Ал біз қазір кезде сол статистиканы құлы болып жүрміз ба? Жоқ әлде өзіміздің ісіміздің шебері болып жүрміз ба? Соған ойланатын сәт келген сияқты. Әр қайсымыз өзіміз соған жауап берейікші. Жалпы осы мен жақында Қуаныш Шонайдың бір кітабы қолыма түсті. Екінші болма деген. Мен ол кітап туралы естімеппін және оқып көрмеппін. Содан сол кітапты алып оқысам, керемет кітап екен енді. Барлықтарымызға ой салатын, білім алатын нәрселер өте көп. Сонда айтады, жалпы кітапты дейді оқыған кезде екі мақсатта оқылады екен. Бірінші, көзқарасыңды, көзқарасыңды кеңейту мақсатында. Ал екінші, білім алу мақсатында. Мен осы кітапты білім алу мақсатында қолыма алдым да, керемет білім алдым. Сол жерде айтылады да, жаңа мен сіздерге айтқан статистиканың құлысың ба, жоқ әлде шедеврсың ба деп. Сондықтан мен сіздерді қазіргі күнні осы шедеврсың ба, статистиканың құлысың ба, соған өздеріңіз есеп берсеңіздер, және шедевр болуға өздеріңіздің бір жақсы жақтарыңызды тауып, соны ұштастырсаңыздар, соны биікке апарсаңыздар деп тілек айтатын едім, ұсыныс жасар едім. Жалпы адамдар осы аталған кітаптардағы білім алғаным, адамдар екі түрлі болады дейді. Кәсіпкерлер немесе шеберлер. Шебер ол белгілі бір маманның шебері болуы мүмкін. Мысалы, мықты шығармашыл ұстаз, мықты аспаз, мықты сатушы деген сияқты. Ал мен айтатын едім да, егер де сіз белгілі бір жұмыс істеп жүрсеңіз, сол жұмысқа қуанып барып, рахаттанып жұмыс жасап, және өте бір жақсы көңіл күйде шығатын болсаңыз, демек сіз сол істің шеберісіз. Өйткені ол өзіңіздің ісіңіз. Кез келген адам өзі жақсы көретін жерге, жақсы көретін нәрсеге құлшыныспен, қуаныспен қолға алады. Және соны жасайды. Сондықтан мен сіздерге өз істеріңіздің шебері болыңыздар, немесе кәсіпкер болыңыздар, бір кәсіппен айналысыңыздар. Соны ұсынатын едім. Кәсіппен айналысаң, жақсы шебер адамдарды төңірегіне жинай аласың. Ал жалпы адам баласы өмірге келген кезде кез келгеніміз белгілі бір миссиямен келеді екенбіз да, сол миссиямызды таба алмайтын адамдар да болады екен. Ал сол миссияны ерте тауып, көп көмек көрсететін адамдар да болады екен. Сондықтан, құрметті достар, уақыт өтіп жатыр демей, басында мен айтып кеткендей, уақыт өтіп жатқан жоқ, біздің өміріміз өтіп жатыр. Сол өтіп жатқан өмірімізде үлгілі
адам болайық, алдымыздағы үлгі болатын аталарымыз, апаларымыздың іс әрекетінен біз сабақ алып, өзіміздің артымыздан келе жатқан ізбасарларымызға сабақ бере алатындай болайық. Мен қазіргі таңда, жалпы мен 25 жыл мұғалім болған, өздеріңізге бұрыннан да айтып жүрмін, білім саласында жұмыс жасағам. Ал қазір мүлде басқа салада жұмыс жасап жатырмын. Бұл сала үйрету саласынан биіктігіне жеткен сала деп ойлаймын. Өйткені мен бұрын мектептерде оқушыларды оқытсам, одан кейін мұғалімдерге тренинг, коучинг өткізіп, мұғалімдердің жұмыс жасау тәсілдерін үйреткен болсам, қазір мен кез келген адамға, халқыма финансовый сауаттылыққа байланысты өз бар білгенімменен және үйреніп жүргенімменен бөлісіп жатқан жайым бар. Егер де сіздерге осы тақырыптан көмек керек болатын болса, мен видеоның астында ссылка тастаймын. Сол ссылканы басыңыздар, менің YouTube каналыма тіркеліңіздер. Жаңалықтарымды YouTube каналымда жіберіп отырам. Және де WhatsApp номеріме хабарласып, соцсеттегі номерлеріме хабарласып, өздеріңіздің қызықтыратын сұрақтарыңызды, қызықтыратын, алаңдататын задачалар, тапсырмаларыңызды айтсаңыздар, бірге іздейміз, бірге өсеміз, бірге көркейеміз. Сіздерді мен тағы да өмірлеріңіз бос өткізбей, ойлы, із қалдыратын етіп өткізуге шақырамын. Сау саламат болыңыздар. Сіздермен бірге болған Шолпан Қасымжанқызы.